Ассалаумалейкум достар, сіздермен Автолайк каналы. Достар, бүгін біз Шымкент қаласында Жұманов автокөлік базарында көліктердің бағасын білуге келдік. Сәл кешігіп. Шымкент қаласында яғни 2 күнге қойылған базар, среда және четверг күндері. Сондықтан қазір сәл кешігіңкіреп келіп, қалқан көліктерді түсіріп өтетін боламыз. Әдеттегіндей біздің каналға лайк, пікір қалдырып кетіңіздер. Қазір шоу жасап өтетін боламыз. Достарым, Жұманов атындағы базардың кешкі саудасына келдік. Бүгін бетін ашық тұр екен. 2012 жылғы механика 1.750.000. Шымкентте қар, ауа райы. Так, Outlander жаңылмасам. 2013 жылғы 5.500.000 бағасы. Бүгін сәл уақыттың аздығынан кешігіп кеп қалдық базарға. Дұрыс түсінерсіздер деп ойлаймын. 3-ші шанақтағы Mazda көлігі. 2004 жылғы бағасы 2.500.000, 2.3 қозғалтқышымен. Бұл да жаздық балоннан. Бәрі летнеймен жүр әлі. Жалпы көліктің сыртқы көрінісі өте тамаша. Қыз-келіншектер көреміз десе. Нарада 99 тұр. Бағасын, қазір телефон нөмірін қара жіберейік. 2003 жылғы бағасы 850.000. Телефон нөмірін сұрап басаңыздар. Сонда бүгін түске дейін күн жақсы болып тұрды да. Қазір күн қар жауып, салқындап кетті қатты. Гранта тұр нарада. 2013 жылғы 2.100.000 телефон нөмір жоқ екен. Бәрі летний балон әлі де. Өзіңе жағының ашымасын, бірақ көпшілікке зиян тимесін деген бар ғой. Қыстық дөңгелекке ауысқан дұрыс деп ойлаймын енді. Шымкентте де жаз бітті ғой. Nexi тұр нарада 800.000 бағасы. Біз мақсатымыз біреуге ақыл айтып мін тағу емес. Жолда жүргеннен кейін жолдың әрекетін жасап жүру керек. Так, Nexi тұр нарада, российский учет тоже 2008 бағасы 1 миллион теңге көліктің. Артық айтып болмаса, қате кетіп жеткен жерлеріміз болса, сәл түсіністікпен қараңыздар. Уақыт болмай жатыр. Күнделікті тіршілікпен қолда тимей жатыр базарға шығуға. Ешқандай ақпарат жоқ екен бұл көлікте. Нарада УАЗ 2105 пятерка тұр екен. Қазір қарап жіберейік. 2005 жылға жоқ, жаңылдым, 2013 жылғы екен. Бағасы 1.050.000. Саудасы капоттың үстіне шығып келсеміз дей ма, бір нәрсе дейді. Әзіл. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Өткен шығарылымда түсірген болатынбыз, Passat. Оны қайтып түсірудің қажеті жоқ шығар, басқа көліктер түсірейік. Российский учетпен 14 тұр нарада. 116 Башкирияның учетымен 2008 жылғы 1.050.000 алып атқан біреу бар мегеніз. Қысық балондар. Нарада Nexi тұр міне. 2006 жылғы российский учет 750.000 теңге бағасы. Достар, көлік базарының бағалары осылай. Шымкент қаласында күн салқын. Базар 2 күнге ауысып кеткен. Среда четверг. Средада қол тимеді, бүгін де қол тимеді.
Бүгін қазір кеш келсек базар тарқаған. Қазір енді барынша түсіріп кететін боламыз енді. Универсал бастап тұр мына арада. Жұмысқа деп іздеп жүрген жігіттері болса, 91 жылға бағасы 1.450.000. Қыстық баллондар жоқ, летний. Ертерек дайындалмасаңдар жігіттер, штраф арқалап кетулері мүмкін. Так что қысқа болсыңдар. Так. 2017 жылғы бағасы 4.300.000. Телефон нөмірі міне. Бұл да жазық баллондар. Липан. Шымкенттегі тайлық көліктердің саны артылды күннен күнге. BMW пятерка мына. Так, 98 жылғы 2.8 бағасы келісімді дейді. Хабарлассаңыздар болады. Көліктің жағдайы жақсы жалпы. Қайтар базар болған көліктің біраз кетіп қалған мына жерде. Бос орындар. Негізі четверікке қарағанда среда күні көлік көп болады базарда. Бізде 2 күн базар. 2012 жылғы бағасы 1.200.000 Nexi. Механикалық қорапта. Машина полный крашеный. Россиялық учетпен. Сәл краскасы грубы шығып болған екен. Opel Astra. Так, 92 жылғы 1.300.000 бағасы. Автомат коробка. Нарада бек тұра тұр, универсал. Телефон нөмірін ғана қалдырған екен көліктің. Жалпы сыртқы көрінісі бір көзден жақсы көліктің. Өткенде Audi сұрап отқан жігіттер көрсеңдер болады. 90 жылғы бағасы 1,5 миллион. Телефон нөмірі. Бұл көліктер Германияда алғаш салоннан шыққанда бұл бағада болмаған шығар сірә. Немістердің өзін бағаны көрсе бақпаса керек. Ондай баға болатын білгенде олар мүмкін именно осы кузовтан көбірек шығаратын бет. Audi S4 тұр арада. 93 жылғы 1.800.000 бағасы. Универсал ашес тұр арада. 97, 2.6, 3.100.000 бағасы. Мына көлікті қараңыздаршы. Бұндай көліктерді қарап тамашалаудың өзі бір керемет. Классика десек жаңылмайтын шығармыз. Көліктің қандай да бір ақауы жоқ, тап-таза. Бұндай көлікке жақындауға қорқасың, бағасына қымбат. Жазық баллондармен. Енді жігіттерге рахмет, енді көлікті осындай айдап жүрген. Телефон нөмірі мені қызықтырса, звондап көріңдер. Тағы бір жестерік тұр екен, арада түсіріп өтейік. Достар, Автолайк каналына тіркеліп, біздің каналдың одан әрі дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Енді неге сұрай береді дейтін шығарсыздар. Біздің каналға пікір қалдырып, лайк басуларыңыз, олар біздің шабытымызды одан әрі арттырады. Сол үшін біз жұмыс жасаймыз, контентті көтеру үшін, қазақ тілі арналарының ары қарап даму үшін
сіздердің бір қандай да бір қойған лайктарыңыз болмаса жазған комментарияларыңыз бізге ақша болып түспейді. Көп адамдар ойлайтын шығар, комментарий жаз, лайк бас дегенге бір қырып ақша табады деп лайк пікірдайсыздар. Сіздер жазған сайын біз шабыт аламыз, осы кісілерге осы нәрсе қызық екен ғой деп одан ары түсіруге дамытамыз. Passat универсал нарада. Газ, бензин 1,8 объем 2 миллион 400 мың теңге бағасы. Келесі базар жігіттер қыстық баллонға ауыстырып шығарса, нұр үстіне нұр болар еді. Ол клиенттерге де, қарап көрушілерге де қызық. Я достар, бүгінгі осымен біздің шығарылымыз аяқталды. Құдай қаласа келесі апта Автолайк каналында жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Достар, біздің видеоларды WhatsApp группаларға таратып дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Өтініш.